Гүлнар әпке, мен мамамның несі жаңағы енді арқасы ашып, айтып еді ғой, алды ашып жүрген кезде жаңағы демалып жүреді. Одан кейін алдында қолын ауыртып алып, қолы ісіп кеткен етін. Соны өзгеріс болып жатыр дейді, Құдай қаласа, тфә деп қуанып жатыр. Жаңағы қолының ісігі қайтқан. Одан кейін жаңағы кеше әпкесінің үйіне баняға барып кетті жаяу. Әр жүрген сайын демалып отырып келуші едім үйге дейді, кеше спокойно келдім дейді. Даже үйде су тасып ананы тірілістеп итке тамақ беріп сөйтіп шыққанның өзінде ашып не істеп кететін дейді. Тфә ондай ештеңке болған жоқ дейді, басылған сияқты дейді. Одан кейін азанда ұйқыдан тұрған кезде де ашып ауырып тұратын еді дейді. Сонымен басылды дейді, ондай ауырған қазір жоқ дейді. Спокойно тұрып, спокойно тірліктерімді істеп жүрмін дейді. Құдайға шүкір. Әйтеуір соны мама қуанып жатыр. Эффект беріп жатыр деп. Нұрлан аға, сосын сізге айтайын деп едім, бізде әлі бір ай болған жоқ қой ішіп жүргенімізге дәрімізді, бірақ та бізде жақсы аз-аздан результат болып жатыр, Аллаға шүкір. Аланның ұйқысы дұрысталды, агрессиясы басылып келе жатыр. Сосын гиперактивный несі жылдамдығы кішкене азайып, өзі балалармен қосылып ойнап, жақсы аз-аздан нәтиже болып жатыр бізде. Бір 3-4 сөз, бір 6-7 ма 3-4 сөздей қосып қалды. Бұйыртса енді бір айдан кейін барамыз ғой сізге тағы да приемға. 1 сағат 40 минут дома. Нұрлан аға, Аллаға шүкір, сізге рахмет. Жақсы результаттар болып жатыр бізде. Уже туысқандар да байқап жатыр Аланды. Ақылды болып қалыпты. Неге балалармен жақсы ойнайтын болыпты, гиперактивный несі басылып жатыр деп. Өте нететін ғой, тоқтамай жүгіретін. Қазір сонысы азайды. Сосын понимание келіп жатыр кішкене, болмайды. Мысалы, трассада машина келе жатырса болмайды, балам жүр десең уже тоқтайды. Бұрында фокус ұстай алмайтын еді.